Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Міне біз 8-ші сабаққа аяқ бастық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ақша. Жалпы ақша деген кезде сіздің ойыңызға не келді? Кішкене ойланыңыз, содан кейін қағазға немесе өзіңізге осы сұраққа жауап беріңізші. Ақша деген кезде бірден не ойладыңыз? Егер ақша туралы кішкене қорқыныш болатын болса, сіздің ақшамен қарым-қатынасыңыз әлсіздеу. Егер ақшаны ойлаған кезде мүмкіндікті ойласаңыз, ендеше сіз ақшамен доссыз. Ақшаны ойлаған кезде кішкене қобалжу сезімі болатын болса, сіздің ақшамен қарым-қатынасыңыз қорқасыз. Қандай да бір сезім болғанын түсіне алмай жататын болсаңыз, сіздің ақша туралы хабарыңыз жоқ. Сіздерге кімдерде ақша болмайды деген сұраққа үңілгім келіп отыр. Зерттеулер бойынша кімдерде ақша болмайды деген ең бірінші сұраққа мынандай жауап тапқан екен. Ең бірінші, әке шешесін қабылдамаған, әке шешесіне құрметпен қарамаған, өмір бойы әке шешесінің есімін атаған жандарда ақша тұрақсыз болады екен. Ақша айналымы жүрмейді екен. Екіншісі, түнімен ұйықтамай, таңда ұйықтап, таңғы берекетті сезінбеген адамдарда ақша болмайды екен және үнемі қарызға батады екен. Себебі физика заңдылығында, әлем жаратылысында түн ұйықтауға, таң тұруға арналған екен. Ал үшінші белгі, үшіншісі көп сөйлейтін адамдарда, мыжың адамдарда ақша тұрақсыз және жиі қарызға батады, немесе ақша туралы қарым-қатынасы нашар адамдар екен. Яғни, ең бірінші ата-ананың есімін атайтын адамдар қатты жақсы көресіз. Ата әжесімен қолында өскен, ата әке шешесін сондай құрметтейді, бірақ Айгүл, Қайрат, Бәтима, Сәтима деп атайтын адамдарда ақша болмайды. Екіншісі, тал түске дейін ұйықтап, таңғы ризықтан құр қалатын адамдарда ақша болмайды. Үшіншісі, көп сөйлейтін мыжың адамдарда. Мәселен, біздің Мұхтар Әуезовтің Абай жолындағы байлардың болмысын қарайтын болсаңыздар, байларда бір өр көкірек немесе тағы бір сипаттамалары бар. Бірақ сол байлардың әке шешелерінің құрметтегенін, таңертең ерте тұрғанын және де әсіресе өте аз сөйлейтін байлардың сөзге шорқақ екенін көрсетеді. Осы үш қасиетті бойыңызға ақырындап дарыта бастасаңыз, сізде ақшаның энергиясы арта бастайды. Әр біріміздің қандай болсын, ата-анамыз қазір бар болсын, жоқ болсын, қасымызда болсын, қандай болсын, дәл осы бір сізді дүниеге алып келген осы екі адам. Әке-шешем ажырасып кеткен, әкемнің кім екенін білмеймін, шешемнің кім екенін білмеймін деген кісілер, сіздерге айтарым, қандай болмасын, ол кісілерді әке және шеше деп қабылдау керек. Және де ол кісілер қандай ата әжеңіздің қолында өссеңіздер де, әке шешелеріңіздің атын тірі кезінде атауға болмайды. Әке шешенің атын қашан атайды? Әке шешенің атын әке шеше қайтыс болған кезде атайды. Осындайдың баласы едім, сол кісінің рухы тыныш болсын деп тілек тілеген кезде ғана ол кісілердің атын атап түсін түстейді. Ал тірі тұрған әке шешені атын атамайды. Әлемдегі барлық атауларын өзінің атауларымен атау керек. Әкені әке, шешені шеше. Қазақ қоғамында әкені ата деп алады, шешені тәте деп алады. Қандай болса да, ол әке және ана деген бүкіл адамзатқа бір ортақ есімді бергендіктен, сол бір ортақ есімді атау керек. Бүгіннен бастап әке шешелеріңізді әке шеше деп атап бастаңыздар. Екіншісі, бізде таң және күн деген екі дүние бар. Біз таңертең оянамыз, түнде ұйықтаймыз. Ал егер дәл осы кейде алмасып кететін болса, енді маған шығады, мен жұбай қыламын, біз неге жасаймын, енді онымен қалай боламын деп. Енді ондай заңдылықтарды түсінеді әлем.
Әлем бір көзі соқпыр дүние емес, ондай кезде түсінеді. Бірақ мүмкіндік болған кезде, сіз таңертең ерте тұруға мүмкіндігіңіз болатын болса, жұмысқа байланысты болмайтын болса, сіз таң түске дейін ұйықтамауыңыз керек. Түнімен телефон шұқымауыңыз керек. Үшіншісі, тым көп сөз сөйлеу. Ауыз болатын болса, бұл ауыздағы сөздердің бәрі жүректен шығады. Ал кейде мына бейсанамыздағы ақпараттардан шығады, және де біздің естіген сөздерден шығады. Жалпы мына ауыздан шығатын әрбір сөздерді біз тоқтау салуымыз керек. Тыңда дейді, аз сөйле дейді. Бірақ осы көп тыңда деген кезде де жақсы дүниелер тыңдау керек. Кімдер қарызға көп кіреді? Өзін жақсы көрмейтін адамдар. Өзін естімейтін адамдар. Өз-өзімен жұмыс жасамайтын адамдар. Қарызды алып, екінші қарызға жабады. Бұл не деген сөз? Бұл не деген сөз? Яғни, бір мәселе үшін тағы бір мәселені тауып, қарыздарды жауып отырады. Бір-бірімен айналыстырып. Одан кейін қарыздарын жауып болғаннан кейін қайттан қарыз алады. Өз-өзін түсінбейді. Неге алып жатыр? Не себепті алып жатыр? Оны қашан жабамын? Бұдан қандай пайда бар? Отырып өз-өзімен сөйлеспейді, өз-өзімен жұмыс жасамайды. Өз-өзіне сенімсіз. Сенімді адам ең бірінші қарызға жүгінбейді. Сенімді адам ең бірінші қарсыз қандай әрекеттері бар, соның тізімін ақырын отырып алып, тізімдіктерін жасады. Себебі оның ішкі күші, мен қарызсыз да бұл ақшаны табамын деген дауыс шығарады. Ал сенімділік не үшін жоқ деген кезде сіздерге чегіті чакраны көрсеттім. Ол сенімсіздіктің барлығы кішкентай кезіңізден жиі естіген сөздер, онымен қалай жұмыс жасауды да үйретті. Сенімсіздікпен құтылу үшін ең бірінші мен сенімдімін деген сөз айтып тастау керек. Адам қашан сенімді болады? Адам бір нәтижеге жеткен кезде. Егер сіз осы 14 күндік тапсырманы жасайтын болсаңыз, сізде кішкене болсын сенімділік болады. Мен өз-өзіме сенбеймін. Сіз қалай өз-өзіңізге сенесіз? Сіз өз-өзіңізге бір нәтижені жаратып бермесеңіз. Сіз таңертең ерте тұрып өз-өзіңіздің жалқаулығыңызды жеңбесеңіз. Сіз тапсырманы уақытылы орындап өз-өзіңізге дәлелдемесеңіз. Өз алдыңызда өзіңізді құрметті санамасаңыз, сіз қалай өзіңізге сенімді боласыз? Кішкентай ғана жетістікті жасамасаңыз, сенімділік қайдан келеді? Әрекет жасаған кезде ғана сенімділік келеді. Үшіншісі, яғни біріншісі білдік, ақша кімдерде болмайды, қарызға кімдер көп кіреді, сенімсіз адамдар. Үшіншісі, кімдер қарыз береді? Өте көп қарыз беретін адамдар. Мені жақсы көрсінші, мені мойындасыншы деген сезім. Қарыз берген кезде, мынау бір ақша дейікші, беріп жатқан кезде, сен көрдің ба, кім сені құтқарып жатыр? Ол бейсаналы түрде өзін мойындату үшін жұртқа қарыз береді. Сенің енді мақсатың сол, мойындату бол, беріп тастар, енді сол үшін анадан бермей сені қинайды. Сосын шығасыз. Ой, арай, анау мен қанымды ішіп, сол кезде аяп бере салған едім. Негізі сіз аяп берген жоқсыз, өз-өзіңізден сұрақ қойыңыз. Сіз өз-өзіңізді мойындату үшін анаған ақша бердіңіз. Болды ғой. Ол сізді мойындады, ақшаңызды алды, болды, кетті. Әрбір қиындықтардың, әрбір істердің, әрбір жүйенің отырып алып, бұл не үшін менде болып жатыр деген сұрақты өз-өзіңізге қойып, қағазбен жұмыс жасамай, шимайламай, өз-өзіңіздің бүкіл мына ойларыңызды мынаған түсірмей, қорқыныштарыңды жазбай, мынаған бетпе-бет келіп, менде мынау бар екен деген екеу көзқарастарыңызды мына бейсана мен санаға жібермей, өзгермейсіздер. Жазу деген не? Жазу деген өзіңізбен жұмыс. Жазу деген не? Өзгерістің бірінші қадамы. Жазу деген не? Арманға апаратын жол. 1000 миллион керемет сөйлейтін кісілердің сөздерін тыңдадыңыздар, бірақ неге өзгермедіңіздер? Себебі тапсырма орындамадыңыздар, жазбадыңыздар. Қараңыздаршы, мен қазір сіздерге қалай көрсетсем екен, менің әпкем қазірдің өзінде, ой, мынау мен сіңілім екен демей, менен тапсырмалар сұрайды. Өз-өзін дамытып жүрген әйел ретінде мен өз әпкемді үлгі тұтамын. Өз-өзімен күнде жұмыс жасайды. Біреулер оны кеуден жолы болған, өз-өзін тапқан емес, осының күйеуі осындай бақытты тәлейлі дейді. Ол өз-өзімен жұмыс жасамаған әйел болатын болса, ол жолдасына қызықсыз болатын еді. Тәлейлі,
жұрттар айтқандай жолы болғыш, жұрттар айтқандай осының байдан күйеуден жолы болғыш деген сөзді естігіңіз келетін болса, өзімізді өзгертуіміз керек. Біз назарды ішке аударуымыз керек. Бәрі біздің ішімізде, сыртта емес. Қазірден бастап сырттан айналып, ойбай, кім маған қарыз береді, кім маған ақша береді, кім маған бірдеңе береді деген сөздің бәрін доғарамыз. Бәрі ішімізде. Менен үйде бала шағасымен отырған әйел кісі сабақ алды. Мен тапсырма бердім, орындады. Ақтаңнан өзіңе сәлем, Арай ханым. Қалың қалай, жақсысың ба? Өзіңнен бірінші реткі 99 сомға сатып алған армандар орындалады деген 14 күндік сабағыңнан өте қуанып жатырмын. Жақсылығымды саған бөлісейін деп. 14 күннің 13 күн дегенде бір арманым орындалып кетті. Күніне 3 арманым орындалады деп жазып жатқан едім. Бүгін 3 күн болды. Бағашы 4500 сомдық жұмысқа орындансам, істесем деп жазып едім. 13-ші күн арманым орындалды. Бүгін 3 күн болды, жұмысқа шығып алдым. Ақша ол біздің өмір сүруіміздегі, әлемдермен байланысымыз, адамдармен байланысымыз, өзімізбен байланысымыз, өзімізді көтеретін құрал. Ол бізге ең жанашыр, ең қымбат. Ақша ол мүмкіндік. Ақша ол молшылық. Ақша ол сенімділік. Ақша ол көмектесе алатын құрал. Бере алатын құрал. Сондықтан бүгіннен бастап ақша туралы қысылмаңыздар, қорықпаңыздар, жек көрмеңіздер. Ақшаға ғашық болып қалсам мен деген адами құндылықтарым кетеді деп ойламаңыздар. Ақша мен руханият ол екеуі екі бөлек. Ақша ол сыртқы фактор болса, руханият ол ішкі. Сіздің ішіңіз бен сыртыңыздың үйлесімі бір-бірлерін күйретуге жол бермейді. Ақша келіп сіздің руханиятыңызды бұзып тастамайды. Руханият келіп сіздің ақшаңызды бұзып тастамайды. Сізді бұзатын ол тек қана өз-өзіңізге есеп бермеуіңіз, өз-өзіңізбен жұмыс жасамауыңыз. Абай атамыз не дейді? Саналы есті адам күніне бір рет өз-өзіне есеп береді, немесе айына бір рет дейді. Өз-өзіңіздің сезімдеріңізді басқарып отырмасаңыз, өз-өздеріңіздің көңіл күйлеріңізді тежей алмасаңыз, ол ақшада емес, руханиятта емес, ол сізде. Сізде алтыным. Барлығы сіздің ішіңізде. Ал іштегі көңіл күйдің барлық балалық шақта, және дәл қазір сіз кіммен араласып жүрсіз, кімді естіп жатырсыз, кімден үлгі алып жатырсыз, кімді көп көресіз, кімді жек көресіз, сол кісілердің кесірінен. Кімді жек көрсең де, сол саған қайтып келеді. Кімді жақсы көрсең де, сол саған қайтып келеді. Кімді көп көрсең, сол саған қайтып келеді. Кімді көп естісең, сол саған қайтып келеді. Біз енді сырттан ештеңе істемейміз. Біз бәрін іштен істейміз. Мен неге оларға құмарым, неге оларды көре беремін, сонда мен неге сондаймын, неге деген сұрақтардың бәрін тоқтатамыз. Барлығын жазамыз.